Құрметті студенттер, саламатсыздар. Бүгін біз лекциялық сабақты ары қарай жалғастыратын боламыз. Жалпы біздің енді халықаралық қатынастар теориясындағы негізгі тақырыбымыз біз реалистік парадигманы бірге өтіп жатырмыз, бірақ реалистік парадигманы біз өзіміз екіге бөліп қарастырған едік. Сәл естеріңізге салып өтейік. Ол классикалық реализм және неореализм. Енді классикалық реализмді біз сендермен қарастырдық, неореализмді біз негізі кіріспе жасадық, оған да бастадық. Жалпы классикалық реализм мен неореализм арасындағы ең негізгі айырмашылық не дедік? Классикалық реализм көбінесе адам баласын, табиғатын негізге ала отырып, көбінесе мемлекеттердің сыртқы саясатын зерттесе, ал неореализм болса көбінесе халықаралық қатынастарда қалыптасқан халықаралық жүйенің құрылымын негізге алып, бір мемлекеттердің сыртқы саясатын не істейді? Зерттейді. Одан бөлек біз неореализмді өз ішінде екіге бөлдік. Яғни неореалистер бір мемлекет халықаралық деңгейде ең негізгі мақсаты өзін тәуелсіз ел ретінде аман сақтап қалу деген идеяны алға тартады. Енді тәуелсіз ел ретінде аман сақтап қалу үшін бір мемлекет өз күшін қандай деңгейде күшейту керек деген сұрақ қояды. Бұл сұраққа жауап беру үшін енді неореализм теориясының өкілдері не қылады? Екіге бөлінеді дедік. Солай емес пе? Бір бөлігі күшті, яғни гегемониялық мақсаттарды алға қойып, күшті белгілі бір өзіне жеткілікті деңгейде, ақылға сиятындай деңгейде ғана күшейту керек. Одан артық күшіне күш қосу басқа мемлекеттерге қауіп төндіреді дедік. Солай емес пе? Ал басқа мемлекеттерге қауіп төндіргендіктен ол өзіне бір жағынан күш қосып жатырмын деп ойлап, екінші жағынан өзіне жауларды көбейтуі мүмкін дедік. Сондықтан мемлекеттер көбінесе күшті мақсат емес, күшті бір құрал ретінде қарастыру керек. Негізгі мақсат не деді? Қауіпсіздікті қамтамасыз ету деп айтқан едік. Бұл неореалистік теорияға біз қандай атау қойдық? Бұған defensive дедік, яғни қорғануға негізделген неореалистік теория. Енді Қазақстан Республикасында біз мысал ретінде, сендерге бұның алдында сабақта айттық, Қазақстан Республикасы 91-ден бері қазіргі таңға дейін бейбітшілікке негізделген сыртқы саясат ұстанып жатыр. Сондықтан қазіргі таңда Қазақстан Республикасы 91-ден бері қарай барлық әлемдегі мемлекеттердің қауіпке негізделген күдігін бәрін жоққа шығарды дедік. Демек, Қазақстанның біз егер сыртқы саясатын зерттегіміз келсе, ғылыми тұрғыдан біз қай ғылыми бағытта негізге алуымызға болады? Қорғануға негізделген неореалистік теория. Оның ең негізгі өкілі Стивен Волт дедік. Бүгін, құрметті студенттер, сіздермен біз неореализмнің екінші бағытын, яғни шабуылға негізделген неореалистік теорияны өтетін боламыз. Оны жазып қоя салайық. Неореализм. Енді ағылшынша оригинально жаза берейік. Offensive неореализм теориясы. Offensive дегеніміз шабуылға негізделген неореализм теориясы. Енді бұл теорияның негізін қалаушы ең маңызды ғалым бар. Ол бұның алдында да мен бірақ айтқан болатын. Соның өзінде де жазып қоя салыңдар. Ол кім? Джон Мершаймер. Джон Мершаймер өзі Америкада өте танымал, негізі халықаралық қатынастар саласында маманданған ғалым. Ол тек қана Америка Құрама Штаттарында емес, дүние жүзіне танымал тұлға. Өзі көбінесе осы халықаралық саясатты күш тұрғысынан зерттейді. Мен негізі лекцияға келмей тұрып, өзім Джон Мершаймердің көптеген сұхбаттарын тыңдадым.
енді Джон Мершаймер өзін мен неореалистпін деп өзі мойындайды. Бірақ мойындағанда ол негізі Кеннет Уолтс тағы басқа ғалымдарды көбінесе сынға алады. Яғни Джон Мершаймер халықаралық қатынастар жүйесіне, жалпы әлемдік деңгейдегі саясатқа қорғануға негізделген неореалистік теорияның өкілдерінен сәл өзгеше пікірлерге иеленеді. Бүгін біз сол пікірлердің бәрін сендермен қысқаша қарастырып шығамыз. Яғни мен сабақта сендерге мазмұндап, мынау офенсив, шабуылға негізделген неореалистік теорияның алға тартқан ең негізгі ұстанымдарын қысқа әрі нұсқа мазмұндап беруге тырысамын, құрметті студенттер. Бұл жерде мынаны айта кетейік, Джон Мершаймердің негізі ғылыми тұрғыдан қаламға алған ең маңызды ғылыми еңбегі бар. Ол еңбегіне бұның алдында да біз жаздық. The Tragedy of Great Power Politics. Білмеймін, оны жазып қою керек деп ойлаймын мен. Өйткені ол маңызды. The Tragedy of Great Power Politics. Бұл жерде, яғни Great Power деген алып мемлекеттердің саясатының трагедиясы деп аталады кітабы. Бұл кітапты негізі Джон Мершаймер 2000 жылдары қаламға алады. 2001 жылдары. Өз кітабында ол осы неореализмнің шабуылға негізделген теориясын көбінесе осы кітабында басымдық қалады. Бірақ бұл жерде мынаны айта кету керек. Мысалға, бұл кітапты бүйтіп қарасаңдар, бұл жерде мынау асын сіз қоя салайын, Great Power дейді. Яғни Джон Мершаймер бұл жерде States деген сөзді пайдаланбайды. Great Power. Бұл не деген сөз? Джон Мершаймер мынау өзі неореалист теориясының ең негізгі өкілі әрине. Бірақ неореализм, білесіңдер, бір мемлекеттің сыртқы саясатына ең көп ықпал етуші фактор ретінде нені қарастырады? Халықаралық жүйенің құрылымын қарастырады. Ал Джон Мершаймер халықаралық қатынастар жүйесіндегі құрылымды көбінесе немен теңестіреді? Great Power мен, яғни алып мемлекеттермен теңестіреді. Сондықтан негізі Джон Мершаймердің қаламға алған бұл кітабы көбінесе қай мемлекеттерді басымдыққа алып зерттейді, қай мемлекеттерді басымдыққа алып талдайды? Алып мемлекеттерді. Бұл жерде мынаны айта кету керек. Негізі біз алып мемлекеттерді деп айтқан кезде, енді мысалға Great Power дейді ғой. Алып мемлекеттерді біз өз ішінде әлемдік деңгейде не қыламыз? Екіге бөліп қарастырамыз. Солай емес пе? Біріншісі кім? Алып мемлекеттердің ішінде белгілі бір деңгейде билікке жетіп, ықпалға жетіп, бұл билігін, ықпалын сақтап қалушы алып мемлекеттер. Мысал ретінде кімді алсақ болады? USA, Америка, яғни Америка Құрама Штаттары Кеңес одағы ыдырағаннан кейін әлемдік деңгейде бірден бір күшті мемлекетке айналды. Және Америка көптеген дүниежүзіндегі мемлекеттерге ықпал ете білуші ең негізгі актор болып табылады. Енді Great Power дегенде бұдан бөлек әлемдік деңгейде күші жылдан жылға ұлғайып келе жатқан басқа да бір мемлекеттер бар. Оларды біз не дейміз? Оларды билік ықпалын нығайту үшін күресіп жатқан елдер деп қарастырсақ болады. Бұл категорияға қай мемлекетті біз жатқызамыз? Чайна, яғни Қытай Халық Республикасы. Енді қараңдар, Джон Мершаймер көбінесе өзінің жаңағы алып мемлекеттердің, енді алып елдердің саясатының трагедиясы атты кітабында, енді өзі де Америка Құрама Штаттарының азаматы болғандықтан, бұл жерде Америка Құрама Штаттары әлемдік деңгейде өзінің
билігін қалай сақтап қала алады? Біріншісі, бұл билікті сақтап қалу үшін, яғни күшіне күш қосып, өзінің ықпалын сақтап қалу үшін не істеу керек деген сұрақ қояды. Одан бөлек екінші бір сұрақ, алдағы уақытта Қытай өзі күшейіп, Америка құрама штаттарына кері әсерін, яғни Американың билігіне кері әсерін тигізе ала ма деген сұрақ қояды. Яғни ол жалпы қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, Қытай Халық Республикасы көбінесе экономикалық тұрғыдан өте күшті дамып келе жатыр. Енді Джон Мершаймер мынандай бір сұрақ қояды. Экономикалық тұрғыдан күшейіп келе жатқан бір мемлекет алдағы уақытта күшіне күш қосқан сайын шабуылға негізделген сыртқы саясат жүргізуі мүмкін бе деген сұрақ қояды, және бұл сұраққа оң жауап береді. Яғни оның пікірінше халықаралық жүйеде мемлекеттер өте жоғары деңгейдегі бірден бір күшті елге айналғанға дейін ең алдымен экономикасын көтеруге тырысады. Экономикасын көтергеннен кейін ол шабуылға негізделіп, әлемде өзіне күшіне күш қосу үшін не қылуы мүмкін? Міндетті түрде өз ықпалын кеңейтуі мүмкін деген сұрақты қояды. Енді бұл сұрақты қойған кезде мынаны айтып өтейік, құрметті студенттер. Негізінде Джон Мершаймер өзінің еңбегінде өзінің айтқан пікірлеріне арқа сүйерлік тарихи деректер іздейді. Бұл тарихи деректерді көбінесе қай елден іздейді? Америкадан. Яғни ол өз еңбегінде былай айтады. Неге мен алдағы уақытта мысалға күшейіп келе жатқан елдер экономикалық тұрғыдан болсын, бұл мысалы Қытай болуы мүмкін, бұл басқа да мемлекеттер болуы мүмкін, неге олар күшейіп алғаннан кейін шабуылға негізделген сыртқы саясат ұстануы мүмкін деген бір тұжырымдама жасайды, және өзі оң жауап береді. Оң жауап беруінің себебін Америка құрама штаттарының сыртқы саяси тарихының зерттеу арқылы түсіндіруге тырысады. Яғни ол Америка, мысалға, егер Американың жалпы мемлекет ретінде great power, яғни алып мемлекетке айналды ғой, солай емес па? Бірақ алып мемлекетке ол айналу үшін не қылды? Көптеген кезеңдерден өтті. Бастапқы кезде Америка құрама штаттары не қылды? Ең бірінші өзінің экономикасын күшейтіп алды. Ал экономикасын күшейткеннен кейін Америка құрама штаттары не істеді? Шабуылға негізделген сыртқы саясат ұстанды. Бұл жерде шабуылға негізделген сыртқы саясат дегеніміз күшіне күш қосу үшін не қылды? Керек болса басқа мемлекеттерді өзіне тәуелді етті, керек болса басқа мемлекеттерге әскери тұрғыдан не қылды? Қысым жасай білді. Әрине өзінің мүддесін ескере отырып. Шабуылға негізделген деген сол. Яғни өзіне күшіне күш қосу үшін өз мүддеңді ескеріп, керек болса әскери тұрғыдан не қылу? Қарсы жаққа қысым жасау, керек болса шабуыл жасай білу. Сондықтан Американың жалпы тарихын зерттеу арқылы ол мынандай бір ой түйіндейді. Демек, Америка әлемдік деңгейде осындай билікке шабуылға негізделген сыртқы саясат ұстанғандықтан, Американың алдағы уақытта, Америка сияқты күшейіп, экономикалық тұрғыдан күшейіп келе жатқан, және экономикалық тұрғыдан белгілі бір межеге жетіп, одан кейін ары қарай өзіне күшіне күш қосу үшін басқа да мемлекеттер дәл Америка сияқты сыртқы саясат ұстануы әбден мүмкін деген ой түйіндеп, бұл жерде сондықтан Америкаға қазірден бастап бұндай күштің қалыптасуына жол бермеудің тәсілдерін бәлкім деп айталық, бәлкім сыртқы саяси стратегиясын ұстануға не қылады? Өзі кеңес береді. Бұл жерде негізі тағы да айтып өтейік. Негізі Джон Мершаймер өзінің offensive деп шабуылға негізделген неореалистік теориясын алға тартып, бұл теорияның негізінде алға тартқан идеялардың барлығын көбінесе кіммен негізгі кейс ретінде алады? Кейс деген мысал, яғни негізгі кейс кім? Қытай. Яғни Джон Мершаймер көбінесе өзінің кітабын
Американың тарихын зерттеу арқылы Америка енді осындай күшке жетті, енді осы күшті сақтап қалу керек. Бұл күшіне ең көп ықпал ете білуші, бәлкім кері әсер тигізуші ең негізгі күш кім дейді? Қытай дейді. Сондықтан Қытайды мысалға бір кейс, бір мысал ретінде алады. Сол мысал ретінде алу арқылы өзінің теориясын не қылады? Жаңа бір тұжырымдамаларды реттейді. Бірақ мынаны айта өтейік, құрметті студенттер. Негізінде Джон Мершаймердің offensive, яғни шабуылға негізделген неореалистік теориясын түсініп білу үшін Джон Мершаймердің халықаралық жүйенің табиғатын қалай мысалға бейнелейді және қандай мағынада оны түсіндіреді, соны түсініп білу аса маңызды. Өйткені Джон Мершаймердің ойындағы халықаралық жүйені және халықаралық жүйенің құрылымын түсініп білмей, сендер негізі offensive, яғни шабуылға негізделген неореалистік теорияны түсініп білулерін өте қиындау. Сондықтан мынаны айта өтейік, шабуылға негізделген неореализм теориясының халықаралық жүйелерге байланысты 5 негізгі өзгешелігінің бар екенін айтады. Бұл 5 негізгі өзгешелікті түсінбей, offensive неореализм теорияны түсінуіміз мүмкін емес. Біріншісі, яғни бұл халықаралық жүйенің құрылымдық ерекшеліктерінің бірінші ең негізгі ерекшелігі, мемлекет халықаралық жүйеде ең басты субъект болып табылады дейді. Мемлекеттің үстінде мемлекетке билік жүргізетін, немесе билікке өз әмірін жүргізетін бір күш жоқ деп есептейді. Мемлекеттің үстінде бір күш болмағандықтан халықаралық жүйенің табиғаты анархия болып табылады дейді. Бірақ бұл жерде мынаны да айта кету керек. Джон Мершаймердің ойындағы анархия хаос емес. Қателеспеңдер. Джон Мершаймердің ойындағы анархия ол не? Иерархияға негізделмеген деп түсіну керек. Яғни Джон Мершаймер айтады, мемлекеттер арасында халықаралық жүйеде белгілі бір иерархия жоқ. Егер ондай бір иерархия болғанда, делік бір мемлекет басқа бір мемлекетке шабуыл жасайтын болса, сен барып ол мемлекетке не қылуы мүмкін? Басқа мемлекетке барып, оның шабуылын алдын алу үшін белгілі бір деңгейде оған шектеу қоя білуің керек. Солай емес пе? Бірақ әлемдік деңгейде тек қана мемлекеттер негізгі актор болғандықтан, және бұл мемлекеттер әрине күш тұрғысынан бір-біріне қарсы делік қысым немесе шабуыл жасаған кезде, ол мемлекеттің неге шабуыл жасап жатсың, неге қысым жасап жатсың деп оның алдын алатын бір күш жоқ дейді. Бұл бірақ хаос мағынасында емес, қандай мағынада? Иерархиялық құрылым халықаралық жүйеде жоқ деп есептейді. Бұл жерде мынаны негізі Джон Мершаймер мынаны айтып өтеді, мысал ретінде. Мысалға, Америка құрама штаттарының азаматы ғой. Америка құрама штаттарында 911 деген бар. Білесіңдер ғой? Яғни бір келеңсіз жағдай болып қалса, Американың азаматтары қайда звондайды? 911-ге. 911-ге звондаса 911-ға. Тез арада оның мәселесі не қылады? Шешеді. Енді ол айтып жатыр. Әлемдік деңгейде халықаралық жүйеде бір мемлекет белгілі бір келеңсіз оқиғаға душар болып қалса, оның звондайтын 911 ондай бір құрылымы жоқ. Бұл не деген мағынаны білдіреді? Демек, мемлекеттер өзін аман сақтап қалу үшін тәуелсіздік тұрғысынан бұл жерде ең маңызды мынандай критерия шығады. Онда сендер енді негізі бұны мысал ретінде түсіндіріп айтып жатырмын, жақсылап түсіндіру үшін. Бұны Джон Мершаймердің өзі де мысал ретінде келтіреді. Ең негізгі мысалға мынандай бір не бар? Бұны жазып алыңдар. Self-help дейді. Яғни халықаралық жүйеде мемлекеттер тек қана
өздеріне ғана не қыла алады? Жәрдем бере алады. Бұл өте маңызды. Бұл біріншісі. Демек, әлемдік деңгейде, мысалға делік, әлемдік деңгейде Америка болсын, Қытай болсын, немесе осы сияқты алып мемлекеттер, басқа мемлекеттерге экономикалық тұрғыдан, әскери тұрғыдан, қандай сала тұрғысынан қысым жасаса, ол мемлекеттер бұл қысымның алу үшін әлемдік деңгейде белгілі бір үкімет жоқ дейді. Міне үкіметтің болмауы халықаралық жүйеде және мемлекеттер арасында иерархияның орын алмауы бұл не болып есептелінеді? Бір анархия деп қабылдау керек. Яғни кез келген мемлекет наған дайын болу керек. Ертең не болатын 100% ешкім саған уәде бере алмайды. Сондықтан не бар? Маңызды self-help. Өз-өзіне көмек беру. Бұл негізі біздің Абай бабамызды айтып өткен ғой, Абай тұлғалар тұлғысынан айтқан. Ешкімге сенбе дейді. Тек қана кімге сен дейді? Өзіңе сен дейді. Неңді жақтап сен дейді? Ақылың мен еңбегіңді екі жақтап өзіңді сен, өзіңді өзің алып шығар дейді. Дәл сол идея. Негізі бүйтіп қарасаңдар, Абайдың өзі де өте маңызды, былай реалист бір тұлға. Өмірге шынайы көзбен қараған тұлға. Джон Миршаймерда дәл осы пікірді мемлекеттер тұрғысынан не қылады? Алға тартады. Яғни мемлекет тек қана өзіне ғана сене білу керек. Демек, бірінші халықаралық жүйенің ең негізгі ерекшелігі не екен? Мемлекеттер ең басты актор, мемлекеттерден тыс басқа актор жоқ, және мемлекеттерге өзінің айтқанын істететін, немесе мемлекеттерді шектейтін әлемдік деңгейде белгілі бір күш жоқ дейді. Бұл ең бірінші. Екіншісі, бұнда жазып өтіндер, барлық мемлекеттер, халықаралық жүйенің екінші ең негізгі ерекшелігі, барлық мемлекеттер әскери тұрғыдан шабуыл жасайтын мүмкіншілікке ие дейді. Яғни кез келген мемлекет әскери тұрғыдан басқа бір мемлекеттерге шабуыл жасауға бұндай мүмкіншілігі бар дейді. Бірақ бұны атап өту керек. Кейбір мемлекеттерде бұл мүмкіншілік жоғары, кейбір мемлекеттерде бұл мүмкіншілік не дейді? Төмен дейді. Мысал ретінде, мысалға Бельгияны айтады, Бельгия мен Американы мысал береді. Делік екі мемлекеттерде негізінде мысалға әскері бар ғой? Бар. Күш қуаты бар ма? Бар. Бірақ екеуінде мысалға несі бар? Потенциалы бар. Әскери тұрғыдан не қылуға? Шабуыл жасауға. Бірақ Бельгияның әскери тұрғыдан шабуыл жасауы мен Американың әскери тұрғыдан шабуыл жасауы екеуі екі бөлек. Қалай ойлайсыңдар? Екеуінің ішінде ең көп әскери шабуыл жасайтын қайсысы болуы мүмкін? Америка құрама штаттарының өздерін айтып жатсыңдар. Көрдіңдер ме? Бірақ кез келген мемлекетте ондай потенциал бар. Яғни ол мынау мағынаны білдіреді. Егер бір мемлекет great power, алып мемлекет болмаса да, делік күш тұрғысынан әлсіз болса да, ол басқа мемлекетке әскери тұрғыдан соғыс, әскери тұрғыдан қысым жасамайды деген ой түйіндемеңдер дейді. Әр нәрсе болуы мүмкін, өйткені халықаралық деңгейде барлық мемлекеттердің осындай потенциалы бар дейді. Ол екінші ең негізгі. Мысалы, бұл жерде әрине Джон Миршаймер мынаны да ескереді. Негізі мемлекеттер кез келген мәселеге байланысты әскери шабуыл енді әрине жасай бермейді. Бұндай қадамға барған жағдайда көбінесе өзінің мысалға мемлекеттік мүддесі негізге ала, яғни өте қажетті болған жағдайда ғана не қылады? Бұндай қадамға барады дейді. Бұл жерде Джон Миршаймер Иордания мен Израиль арасында мысал ретінде береді. Мысалға, егер әскери шабуыл тұрғысынан Иордания мен Израильді алсаңдар, кімнің мүмкіншілігі көбірек? Басқа қай мемлекет? Израильді мүмкіншілігі көбірек, дұрыс па? Иорданияға. Мысал ретінде көріп жатсың, барлық мемлекеттерде бұндай мүмкіншілік бар,
демек екінші ең негізгі халықаралық жүйенің ерекшелігі, барлық мемлекеттерде бұл мүмкіншілік бар, бірақ мемлекеттер бұл мүмкіншілікті өзінің күшіне қарай не қылады? Ерекшеленеді. Бұл екінші ең маңызды нәрсе. Үшіншісі, халықаралық жүйенің Джон Мершаймердің пікірінше ең негізгі үшінші ерекшелігі мемлекеттердің сыртқы саяси ниеттерін 100% болжап білу мүмкін емес дейді. Мемлекеттердің сыртқы саяси ниеттерін 100% болжап білу мүмкін емес. Яғни, негізі Джон Мершаймер мемлекеттерді тірі организм ретінде қабылдайды. Және ол бүйтіп ойлайды да, мысалы, мемлекеттегі тірі организм ретінде қабылдасаңдар, мысалға, тірі организмнің ішкі жан дүниесіне, тірі организмнің ішкі миына, мысалға, ену мүмкін ба? Кіріп шығуға бола ма? Болмайды, солай емес пе? Сіз оны білмейсіз, өйткені ол мүмкін емес дейді. Ол мүмкін болмағандықтан сен оны не қыламайсың дейді, болжай алмайсың дейді. Сондықтан көбінесе бұл жерде үшінші ең маңызды критериясын басымдыққа алатын болсақ, мемлекеттер бір-бірінің ниетін толыққанды білмегендіктен, бір-бірінің ниетінен көбінесе күмән туғызғандықтан, бұл жерде мынау негізгі ең маңызды self-help сияқты тағы қосымша маңызды тақырыптар шығады, оны жазып қойыңдар. Doubt дегеніміз ол күдік. Self-help өз-өзіне жәрдем, жаңағы үшінші тақырыпқа байланысты, яғни мемлекеттер бір-бірінің ниеттерін 100% болжамағандықтан, болжай алмағандықтан, бір-біріне қарсы не қалады? Doubt, күдік алға шығады. Екіншісі, ол да маңызды, fear, яғни қорқу. Бұдан бөлек, тағы да үшінші тақырыппен тығыз байланысты, ол mistrust. Mistrust дегенімсіз сенімсіздік. Яғни мемлекеттер бір-бірінің ниеттеріне 100% кепіл болмағандықтан, 100% болжамдықтан олар не қылады? Біріншіден, әрдайым бір күдік ішінде болады. Екіншісі, белгілі бір қорқу болады міндетті түрде. Бірақ бұл қорқу қай уақытта? Күшейген кезде. Егер бір мемлекет күшейіп бара жатса, басқа мемлекет, әсіресе маңайындағы мемлекеттер, одан қорқа бастайды. Өйткені сен оның ниетін білмейсің. Ол бүгін саған дос болып көрінуі мүмкін, ертең бір мезетте enemy, дұшпанға айналуы мүмкін. Сондықтан бұл дұшпанды ертең бір күн өзіңе шабуыл жасамау үшін не қылуың керек? Қазірден алдын алу керек дейді. Мысалы, сонда ой түйім дейді. Көрдіңдер ме? Бұл жерде сол маңызды. Mistrust, сенімсіздік. Бұл жерде тағы бір өте маңызды тақырып бар. Яғни, жаңағы мынау үшеуімен тығыз байланысты, үшінші тақырыппен сенім ниетіне байланысты, ол да мынау тақырып. Мен бұны айтқам. Қауіпсіздік парадоксы. Яғни қараңыздар, сіз мемлекетті жаңағы тірі организм ретінде қабылдайсыз. Ол мемлекет, мысалға басқа бір мемлекет күшейіп келе жатса, біріншіден одан күдік, қорқу және сенімсіздік туатын болса, ол неге алып кеп соғады дейді? Қауіпсіздік парадоксына, security dilemma. Яғни, сіз біреуден қорқып, біреуге сенімсіздік не қылсаңыз, өз-өзіңізді не қыла бастайсыз? Әскери тұрғыдан өзіңізді аман сақтап қалу үшін, қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, өйткені мынау offensive, көбінесе defensive те солар, бұл екі негізі теория нені негізге алады? Ең баста қауіпсіздікті негізге алады. Неге қауіпсіздікті негізге алады? Өйткені бір мемлекеттің тәуелсіз ел ретінде аман қалуының бірден бір себебі не? Қауіпсіздігін қамтамасыз еткен жағдайда ғана. Сондықтан неореализм
қауіпсіздікті сыртқы саясаттағы ең бірінші басымдық ретінде есептейді. Ал қауіпсіздік парадоксы не? Енді мемлекеттерде осындай бір қорқу, сенімсіздік туатын болса, ол әр мемлекет өзін күшейтуге тырысады. Ал әр мемлекет өзін күшейткен кезде ол не қылады? Бір-біріне біріншіден бәсекелестік, екіншіден бір-біріне жаулар көбейеді дейді. Мен бұған кірмеймін, өйткені мен бұның алдында бұл сабақты сендерге түсіндіргем. Бірақ doubt, fear, mistrust, security dilemma осы үшінші ең негізгі ерекшелікпен не? Тығыз байланысты. Яғни ниеттерін болжамау. Бұл жерде мынаны айтып өткен жөн, бәлкім құрметті студенттер. Сондықтан, Джон Миршаймер айтады, негізі осы қауіп қатерлеріне байланысты барлық мемлекеттер өзінің күшін нығайтуды не қылады дейді? Мақсатқа айналдырады дейді. Біз бұның алдында айттық қой. Негізі defensive неореализмде, яғни қорғануға негізделген неореализмде күш не болып табылады? Көбінесе, немесе Кеннет Уолтстың ойынша, күш көбінесе құрал ретінде болып табылады. Солай емес пе? Мақсат қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Бірақ Джон Миршаймер айтады, жоқ, ондай емес. Мемлекеттер негізінде бір-біріне security дилемма, бір-біріне көбінесе сенімсіздік пайда болғандықтан, олар күшті неге айналдырады дейді? Мақсатқа айналдырады дейді. Сондықтан Джон Миршаймер бұл идеяларымен, бұл ойымен кімге жақындай бастайды? Ганс Моргентауға, классикалық реализмге. Көрдіңдер ме? Яғни өйткені классикалық реализмде күш негізгі мақсат болып табылады. Бұл жерде мынаны да мысалға айтып өтуге болады. Джон Миршаймер мысалға енді тұлғалар тұлғысынан сендер сабақты жақсы түсіну үшін өзде көптеген лекциялар береді. Ол мысалға үйлену, тұрмысқа шығуды мысал ретінде айтады. Қалай дейсіңдер ғой? Мысалға қараңыздар, екі жас буын келісіп, не қылады? Бір-бірімен үйленеді, тұрмыс құрады. Солай емес пе? Бірақ қазіргі таңда дүние жүзінде алып қарайтын болсаңдар, көбінесе нелер күшейіп жатыр? Ажырасу көбейіп жатыр. Енді ол мынандай сұрақ қояды. Егер екі жақтың біреуі тұлғалар тұрғысынан қарсы жақтың ниетін болжай білетін болса, мысалы делік, екінші жақ не қылады? Тұрмысқа шықпай жатып, ішінде көреміз, тұрсам тұрам, тұрмасам, ажыраса салам, немесе деген бір оймен шығатын болса, ол ниетін баста саған не қылмайды? Айтпайды. Ал сен ол ниетін білесің ба, жоқ па? Білмейсің. Егер білетін болсаң не? Оның алдын алып, үйленбейтінен немесе тұрмысқа шықпайтынен. Ол мысалға соны мысал ретінде көрсетеді. Яғни тұлғалар да көбінесе бір-бірін ниеттерін не қылмайды? Білмейді. Білмегендіктен ол неге әкеп соқтырады ең аяғында дейді? Бір-бірінен ажырасуға. Мемлекеттер де солай. Екі мемлекеттелік баста бір-бірімен не қылады? Ынтымақтасады, дос болып. Бірақ уақыт өте бір-бірінің сол достықтың артында не бар? Ынтымақтастықтың артында не жатыр? Оны 100% болжай білмегендіктен не болуы мүмкін? Уақыт өте ол ынтымақтастық, ол одақтастық дұшпандыққа алып келу әбден мүмкін дейді. Сондықтан бұл өте маңызды. Бірақ мен мынау соңғы жылдары әлеуметтік зерттеулерді қарап шықтым. Мысалға, әлеуметтік зерттеулердің басым бөлігінде былай алып қарасандар, әсіресе мысалға қыздарға байланысты әлеуметтік зерттеу жүргізілген екен. Ол зерттеулерде мынандай бір сұрақ қойылған екен. Жаңа Джон Миршаймердің тақырыбымен де тығыз байланысты ол. Яғни қыздардан былай сұрайды екен: сіз семьяны басымдыққа аласыз ба, или карьераны ма деп. Сұрақ қойса, көбісі карьера деп жауап беріпті. Олардан сұрапты, неге? Олар айтады, мен екінші жақтың ниетін білмеймін ғой қандай екенін. Бәлкім алдағы жылы біз тұрмайтын шығармыз, бәлкім ол басқа да жағдай болып қалатын шығар. Сол кезде мені кім бағады, мен өз-өзімді не қыла білуім керек дейді, асырай білуім. Яғни көрдіңдер ме, қандай ниетпен жақындап жатыр. Яғни адамдардың ниетін түсініп білу өте қиын. Әсіресе адамдар көбінесе бұл ниеттерін жасырады ғой. Мемлекеттер де дәл солай. Яғни
Мемлекеттер тірі организм болғандықтан, оларында ниеттерін түсініп білу қиын болғандықтан, олар бір-біріне күдікпен қарайды. Сондықтан әрдайым не қылады? Ынтымақтастыққа 100%-лық ынтымақтастық ретінде, одақтастық ретінде қарамайды. Соны біліп жүріңдер. Бұл енді мен берген үлгі емес, бұл Джон Мершаймердің беріп жатқан сендерге үлгісі. Ол не үшін? Сендер бұл мәселені жақсы түсіну үшін. Мысалға, тағы да бір, білмеймін, сендер көрдіңдер ма, көрмедіңдер ма, енді ондай бәлкім тақырыпқа байланысты киноларды анда-санда қарап та тұру керек. Көптеген кинолар бар. Мысалы, семьялық жағдайға байланысты, мысалы, баста Вайна Роуз деген бір кино бар, яғни Роуздар соғысы. Роуз деген фамилиясы, тегі. Екеуі бастапқы кезде, семья құрған кезде өте ынтымақтасып құрады, бірақ кішкене уақыт өткеннен кейін, бұл Дэнни Девитоның киносы, режиссері Дэнни Девито, екеуі бір-бірімен кәдімгідей дұшпанға айналады. Енді егер ол киноны көрем десеңдер көріңдер, бұл жерде бұл неге мысалдатып жатырмыз? Өйткені негізі мемлекетте де басқаратын кімдер? Тұлғалар. Мемлекетте де басқаратын, біз неге мемлекетті тірі организм дейміз? Өйткені оны басқарушы тұлғалар адамдар. Адамдар болғандықтан, адамдардың ой өрістері, адамдардың негізгі психологиясына, басқару жүйесіне де тікелей енеді. Сондықтан, құрметті студенттер, демек, үшіншісі, ең маңызды ерекшеліктерінің біреуі, халықаралық жүйенің мемлекеттер ешқашан 100% бір-бірінің ниеттерін болжай алмайды. Сондықтан бір-біріне әрдайым күдікпен және сенімсіздікпен қарайды дейді. Төртіншісі, құрметті студенттер, халықаралық жүйеде барлық мемлекеттер өзін тәуелсіз ел ретінде сақтап қалу үшін күреседі. Не үшін мемлекеттер тәуелсіздігін сақтап қалу үшін күреседі? Қалай ойлайсыңдар? Біз жаңағына не деп айттық? Біріншісінде есіне салып өтейік. Ең бірінші ерекшелігі халықаралық жүйенің не? Мемлекеттер ең басты актор болып табылады. Ал енді ойлаңыздар, бір мемлекет егер өзінің тәуелсіздігін сақтай алмаса, актор ретінде халықаралық жүйеде қала ала ма? Қала алмайды. Көрдіңдер ма? Демек, тәуелсіздігін сақтау әлемдік деңгейде өзін актор ретінде қабылдата білудің бірден бір несі болып табылады? Кепілі болып табылады. Сондықтан, ал тәуелсіздікті сақтау үшін не қылу керек? Ең бірінші қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек. Ал қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін не істеу керек? Мысалы, Джон Мершаймер айтады, сен өзіңді қауіпсіз болып, қашан сезінесің деп сұрақ қояды, бұл сұраққа былай жауап береді. Тек қана күшті болған жағдайда. Мысалға қараңыздар, Америка Құрама Штаттарының азаматы делік ұйықтайды ғой түнде. Ұйықтаған кезде ол бір күдікпен ұйықтай ма, ертең мен мемлекетіме біреу шабуыл жасайды деп. Яғни тыныш ұйықтайды, солай емес па? Неге? Өйткені мемлекеті күшті. Джон Мершаймер соны айтады, сендер сондай күшке жеткен жағдайда ғана өздеріңді қауіпсіз сезіне аласыңдар. Оған дейін кез келген жағдай орын алу мүмкін дейді. Сондықтан күш өте маңызды дейді. Яғни мемлекет күшіне не қыла білу керек? Күш қоса білу керек. Мемлекет күшті болса, бұл не деген мағынаны білдіреді? Қоғамның қауіпсіздігі деген мағынаны білдіреді. Құрметті студенттер, сондықтан ол шабуылға негізделген деп атқаны күшіне күш қосуды мақсат ете білу керек дегенді білдіреді. Бесіншісі, ең маңыздысы, мемлекеттер өздерін тәуелсіз ел ретінде аман сақтап қалу үшін рационалды дегеніміз ақыл ойға сыйымды, ақылға негізделген сыртқы саясат ұстанады дейді. Яғни, оның пікірінше қысқаша айтатын болсақ, мемлекет рационалды тірі жан дейді. Оның даже бір негізі бір сөзі бар бұған қатысты. Оны да негізі пайдаланады.
ол мысалға өзінің бір сөзінде көбінесе мемлекеттерді, онда бәлкім сендерге қысқаша айтып өту керек. Мемлекеттер дейді сыртқы саясат, мысалға қарым-қатынастар орнатқан кезде, немесе белгілі бір келісімдер жүргізген кезде бәрін не қылады дейді, барлық саланы салмақтайды дейді. Бірақ ол мынаны айтып өтеді негізінде. Джон Мершаймер, мемлекет әрдайым ең пессимистік сценарийге не қыла білу керек, дайын болу керек дейді. Егер ең пессимистік оқиғаға дайын болатын болсаң, онда өзіңді не сезінесің, қауіпсіз сезінесің. Егер одан жақсы болса, қуана бер. Бірақ сен одан жақсысына деп тек қана соған дайын болып ал. Ең пессимистік жағдай орын алса, оған дайын болмасаң, онда сенің қауіпсіздігің қауіп-қатерге төнеді дейді. Сондықтан сыртқы саясатта мемлекеттер барлық саланы не қылады? Математика, калькулятор сияқты бәрін салмақтайды. Яғни мен қарым-қатынастар орнатсам, не ұтам, не ұтылам? Егер мен қарым-қатынастар орнатсам, маңайындағы басқа мемлекеттердің мүдделеріне қайшы бола ма, жоқ па? Қайшы болған жағдайда не болуы мүмкін? Қандай кері әсер тигізуі мүмкін? Болмаған жағдайда қалай болуы мүмкін? Яғни не қылады? Бәрін терең салмақтайды. Неге қарай салмақтайды? Ақыл ойға қарай. Яғни рационалды. Бұл да өте маңызды. Құрметті студенттер, сондықтан жалпы мемлекеттер енді бәрін сыртқы саясатта салмақтап амал әрекет жасағандықтан мемлекеттер көбінесе өзіне, мүддесіне кері әсер ететін қадамдарға ешқашан бармайды деп бұл жерде негізі мазмұндасақ болады. Демек, құрметті студенттер, біз қысқаша бүгін Джон Мершаймердің offensive, шабуылға негізделген теориясын қысқаша қарадық. Енді Джон Мершаймер өзі неореалист, структуралық реалист болғандықтан, құрылымға негізделген реалистік теорияның өкілі болғандықтан, ол көбінесе мемлекеттердің сыртқы саясатын немен тығыз байланысты зерттейді? Халықаралық жүйенің құрылымымен. Бұл халықаралық жүйенің ең негізгі, біз 5 құрылымын сендерге ерекшелігін атап өттік. Бұл жерде мынанда айтып өтейік, негізінде Джон Мершаймер бір мемлекет өзінің ең бірінші, өзінің аймағында ықпалды күшке айналуға қадам жасау керек дейді. Яғни ең бірінші қауіпсіздігінде өзінің мүддеңді қай жерде күшейтіп алуын керек дейді? Өзінің аймағында. Бір мемлекет сол аймақта ықпалды күш болу үшін барлық күш-жігерін не қылу керек дейді? Салу керек дейді. Енді бұл жерде мынанда айтып өтейік, негізінде, құрметті студенттер, енді біз жаңағына көбінесе енді Джон Мершаймер Американы алды, алдағы уақытта Қытайды кейс ретінде, мысал ретінде алып Қытай ықпалға түсіреді деген бір ой айтады. Сондықтан Америка Құрама Штаттары егер өзін қауіпсіз сезінгісі келсе дейді, не қылу керек дейді? Қытайдың әлемдік деңгейдің күшіне тосқауыл болу керек дейді. Тосқауыл болу бағытында ол мынандай бір күштендігі пікірін алға тартады. Яғни офшор баланс дейді. Біз бұның алдында айттық қой, мысалға, balance of power дедік, balance of threat дедік, яғни қауіп-қатерге негізделген. Ол офшор баланс. Офшор баланс дегеніміз тікелей болмаса да жанама түрде не қылу? Тепе-теңдікті қамтамасыз ету. Оны қалай түсінуге болады? Мысалға, делік, Қытайдың Азия аймағында ең негізгі конкурент дейді ғой, ең негізгі күшін теңестіретін мемлекет қайсысы болуы мүмкін? Қалай ойлайсыңдар? Бәсекелесетін? Үндістан. Офшор баланс дегеніміз Америка Құрама Штаттары, мысалға, енді Қытайды өзіне бәсекелесе ретінде көріп отыр ғой, дұрыс па? Қытайды қалай теңестіреді? Қытаймен бәсекелесіп жатқан елге көмек беру арқылы
оны алға шығару арқылы не қыла алады? Оның күшін алдын алуы мүмкін. Яғни Америка құрама штаттары қазіргі таңда офшор баланс, яғни ұстасын деп не қылады? Осындай бір саясат. Яғни Қытайдың Азия аймағында болсын, тағы басқа аймақтарда болсын, күшін теңестіретін елдерге тікелей қолдау жасау арқылы олармен Қытайдың арасында күшті не қылсын дейді? Теңестірсін дейді. Ол бір. Екіншісі, бұдан бөлек әрине Қытайдың әлемдік деңгейде күшейіп келе жатқан күшінен күдіктеніп жатқан елдер де жоқ емес, бар. Өздеріңіз білесіздер, Америка құрама штаттары мысалға AUKUS дейді. Естулерің бар шығар, Одан кейін Quad деген не? Ұйымдарды құрды. Бұл ұйымдардың барлығы қазіргі таңда Америка құрама штаттары мен әлемдік деңгейде бір жағынан Қытайдың күшін шектеуге негізделген саясат ұстанып отыр. Бұны Америка әрине өзінің мүддесін ескеріп істеп отыр. Басты мақсат не? Өзінің әлемдік деңгейде билігін, күшін, ықпалын сақтап қалу. Енді Джон Миршаймер жалпылама бір мемлекет, бір сөзбен айтатын болсақ, өзін қауіпсіз сезінгісі келсе, әрине күшіне күш қосуды не қылу керек дейді? Мақсат тұтыну керек, бір орында тұрмау керек дейді. Өзінің аймағында ықпалды күшке айналу үшін не қылу керек дейді? Күні-түні жұмыс істеу керек дейді. Мемлекеті күшею керек дейді. Сонда ғана мемлекет өзін қауіпсіз сезіне алады деген ой тұжырымдайды. Құрметті студенттер, біз бүгінгі сабақты осымен аяқтаймыз. Бұл сабаққа байланысты мен Джон Миршаймердің кітабын, тағы басқа еңбектерін, одан кейін Джон Миршаймер өзі де көптеген YouTube каналдарында да сұхбаттары бар. Ол сұхбаттарды сендерге жіберем. Солардың бәрін қосымша оқып, түйіндеп, практикалық сабақта сіздермен бірге бұл тақырыпты ары қарай жалғастырып өрбітетін боламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойсаңыздар болады.